Мен 2 рет ауыр жарақаттанған кісімін, бірақ екеуінде де соғыстан шыққаным жоқ. 1942 жылы полк командирі кезімде омыртқама оқ тиді. Санбатқа жеткізгенше ес-түсімді білген жоқпын. Есімді жисам, етпетімнен жатырмын. Дәрігер, бұл кісіні дереу госпитальға жіберу керек, деп жатыр. Сонша не боп қапты, дедім дәрігерге. Омыртқаңызда оқ қадалып тұр, жолдас капитан, деді дәрігер. Сізді дереу госпитальға жөнелтуіміз керек. Скальпелің бар ма? Дедім дәрігерге. Жоқ. Ұстара бар ма? Бар. Ендеше соны спиртпен шайда, оқ тұрған жердің етін кес. Олай етуге болмайды, жолдас капитан. Болады. Бұйырамын. Орындамасаң атамын. Кабурамды аша бастадым. Дәрігер дереу айтқанымды істеуге кірісті. Ол арқамда кесе бастағанда, пистолеттің сабын қатты қысып, тісімді шықырлатып жаттым. Мінеке, жолдас капитан, оғыңыз, деп дәрігер бір уақытта. Жарамды тандырып алып, арқамнан алынған оқты мені Санбатқа жеткізген Блоха деген жауынгерімнің қолына ұстата салып, жаумен ауыр шайқас жүргізіп жатқан полкке қайтадан жеттім. Блоха деген фамилия менің көз алдыма екінші бір картинаны елестетті. 1960 жылы бір топ ақын жазушы шахтерлермен кездесу үшін Алматыдан Қарағандыға келді. Солардың ішінде Бауыржан Момышұлы да бар еді. Бір күні таңертең мейманханадағы Бауыржанның бөлмесінің есігі тықылдады. Кіріңіз, деді темекі тартып отырған Бауыржан. Қайда менің батям? Деп алпамса денелі біреу кіріп келе жатты. Бауыржан мойнын бұрып, дауыс шыққан жаққа қарады. Өзіне қарай құшағын жайып келе жатқан алып денелі адамды ол бірден таныды. Соғыста полк командирі Момышұлын полктегі жауынгерлердің бәрі батя деп атайтын еді. Батя қазақша әке деген сөз. Ол орнынан атып тұрды да, мен мұндамын ұлым, деді мейірлене. Батальон күні бойы жаудың 5 атакасына қарсы тұрды. 5 ретте де пулеметші Блоха ерекше көзге түсті. Бауыржан еңбектеп пулеметші Блоханың қасына келді. Сенің ерлігіңе және мергендігіңе бүгін мен ерекше сүйсіндім, Блоха. Саған шын жүректен алғыс айтамын, деп Бауыржан солдатты арқасынан қақты. Сосын тез еңбектеп рота командирінің окобына кетті. Полк командирі кеткеннен кейін көп кешікпей рота командирі пулеметшінің қасына жетті. Осы кезде немістер 6-шы шабуылды бастауға кіріскен еді. Олар бар қаруларынан оқ ата бастады. Полк командирі ауыр жарақаттанып қалды, деді ол мазасызданып. Блоха, айналайын, бұл жерде батяны сенен басқа алып кете алатын кісі жоқ. Тез барып құтқар батяны. Сенің орныңа пулеметке өзім жатамын. Рота командирінің окобына жеткен Блоха ес-түссіз жатқан Бауыржанды иығына салып алып, тез-тез еңбектей жөнелді. Ертеңінде Бауыржан Қарағандының офицерлер үйіне келді. Атақты Момышұлын көру үшін қала офицерлері әйелдерімен, балалармен жиналған екен. Блоха да сол жерден кездесті. Жиналған жұрттың алдында Бауыржанға сөз берілді. Сөз берілерден бұрын Момышұлының Ұлы Отан соғысының қаһарманы, бүкіл дүние жүзіне белгілі әдеби герой, атақты жазушы екені айтылды. Жолдастар,
деді Бауыржан орнынан тұрып. Дүние жүзіне аты белгілі атақты Момышұлы мен емес, бірақ ол осында отыр. Жұрт аң-таң бола бастады. Осы кезде Бауыржан президиум үстелінің басында отырған балуан денелі адамды нұсқады. Міне, ол мына кісі. Осыдан 18 жыл бұрын бұл кісі мені ажалдан алып қалды. Мені ажалдан аман алып қалған пулеметші Блохамен мен кеше ғана табыстым. Сіздердің алдарыңызда осы адамды құшақтап, 3 рет бетінен сүюіме рұқсат етіңіздер. Жұрт ду қол шапалақтап, орындарынан түрегелісті. Бауыржан мен Блоха екеуі бір-бірін құшақтап сүйді. Осы кезде Бауыржанның қасындағы жігіттердің бірі сахнаға шығып, гвардия полковнигі Момышұлының атынан деп, гвардия жауынгері Блохаға бағалы сыйлық тапсырды. Кездесуден кейін Бауыржан Блоханың үйіне қонаққа барды. Пулеметшінің 10 баласымен, әйелімен танысты. Батя, есіңде бар ма, деді Блоха Бауыржанға. Санбатта дәрігер арқаңды пышақпен тіліп, әрең алған оқты маған беріп едің ғой. Мен соны ескерткіш үшін жоғалтпай сақтап жүрдім. Соғыстан кейін кездескенде өзіңе сыйлармын деуші едім. Соғыстан қайтып келе жатқанда заттарыммен бірге жоғалтып алдым. Қазір саған не сыйларымды білмей отырмын. Маған ештеңе сыйлаудың керегі жоқ, деді Бауыржан. Сен менің өз өмірімді өзіме сыйлаған кісісің. Одан артық ешқандай сыйлық болмайды.